Қыздар, міне кеше сіздерге мен кальканы көрсетемін дедім, иә? Калька деген не деп? Калька дегеніміз міне осындай қағаз рулонымен сатылады. Рулонымен где-то 1000 теңге сондай болады. Канцелярский магазиндерде болады бұл. Жаңағыдай, егер мата жоқ болса деп айтып жатқаным ғой, мата жоқ болса, осындай мен кальканы сатып алып, мына үйреткен сабақтарымды калькіде жасап қойсаңыз болады. Ол сізде үлгі болып тұрады. Келесі сабақта болатын жаңағыдай көйлекті де осыған жасап қоюға болады. Мата сияқты қылып қолданасыздар. Бірақ әрине кішкентай түрі болып нетілетін шығар, бұл ширинасы үлкенін алу керек сіздерге онда. Мынаның ширинасы кішкентай мысалы. Түсінікті ғой, иә? Енді мына жерде мен полусолнце юбкасын көрсеткім келіп тұр. Полусолнце юбкасы, мінекей көріп тұрсыздар, иә? Мынау матаның екі жағындағы матаның кромкасы. Ой, полусолнцені көрсеттім ғой, солнце юбкасын. Лунара ханым, сіз сұрадыңыз ғой, иә, солнце тігем деп. Сондықтан араларыңызда полусолнце емес, солнце юбка тіккім келеді, пышный, яғни ол юбкаларды нарядный юбка болып, нарядный көйлектің етегіне де келтіруге болады ғой, жаңа полусолнце емес солнцені. Нарядный көйлектердің етегі, обычно бальный көйлектердің етегі сондай болады, иә? Мінекей, мысалы, мынау мата деп ойлаңыздар. Мынау екі жағындағы кромка. Матаны екі бүктейміз. Осылай екі бүктеп. Мысалы, мына мата деп ойлайтын болсақ, иә? Осылай екіге бүктеп, жайып алғаннан кейін, әрине мына жерге қаншалықты некенін өлшейміз. Мысалы, юбканың ұзындығы мен жаңағы формула коэффициентпен көбейткендегі сан бойынша қосындысына қарап қайырамыз ғой енді. Енді мінекей жаңағыдай ең бірінші юбканың ұзындығы қандай болады, соны мына шеттен бастап қоямыз. Мына шеттен бастап мысалы қоямыз, юбканың ұзындығы мысалы. Одан кейін белгілеп қоямыз. Одан кейін жаңағы белдің ұзындығын коэффициентпен өлшегенде қанша болды, ұзындығының жартысы. Соны мына жерге белгілеп қоямыз. Мысалға, иә? Тағы да былай қарай аламыз, соны белгілеп, нүктемен белгілеп аламыз. Және юбканың ұзындығын белгілеп аламыз. Осылай белгілегеннен кейін неке мысалы, мынау 6 дейік, иә? Мысалға бұл қағаз ғой енді. Соны бұлай сызып шығамыз. Бәрін белгілеп, неке 6, неке 6, иә? Барлығы жерде 6. Одан кейін юбканың ұзындығын мына сызық пен мына сызықтың аралығы юбканың ұзындығы болады. Мына сызық пен мына сызықтың аралығы юбканың ұзындығы. Яғни оны осылай мына сызықтан бастап осылай сызып шығамыз. Немесе мына аралық пен мына аралықты есептеп қосып алып, мына нүктемен циркуль сияқты сызып алуға да болады. Сонда мінекей былай ашқанда, мынаны қиып алып, былай ашқанда, каскет көрсетейін. Қыздар, мінекей қиып алғанда, мінекей осындай маталарыңыз осындай дөңгелек болып шығу керек. Барлық жағы бірдей. Біздің мынау мінекей біздің екі бүктеліп тұрғандағы өлшеп қиып алғандағымыз. Бұны матаны 4 бүктепті қиятындар бар. Кейде 4 бүктепті қиямыз. Бірақ ең бірінші алғашқы бастаушылар үшін жаңағыдай қылып сызған тиімдірек болады. Өйткені жаңағы не 4 бүктеген кезде сіздер матаны нені жылжытып алуларыңыз мүмкін, қиындау болып қалуы мүмкін. Мінекей, қағазбен онша нетілмей тұр. Яғни дайын болған кезде осындай пышный юбка шығады. Қыздарыңызға, кішкентай қыздарыңыз болса, осындай солнце юбка тігіп беріңіздер, өте қатты қуанатын болады.